Құрметті достар, мені бақылап, кейде қарап қанып отырасыздар. Алайда өмірде кейбір жағдайларда біз өзіміздің клиенттерімізге мұңды нәтижемен іс аяқтап жатамыз. Соның бірі барлықтарыңызды сақтандыру мақсатында шынайы болған оқиғамен бөліскім келеді. Бір азамат, туысқандар өзінің бауырын Россияға жұмысқа кетіп қалғандары туралы көмек сұрап келген болатын. Біз іздестіру шараларының нәтижесінде ол азаматтың Ресей Федерациясында соғысқа кетіп қалғанын анықтадық. Сол іздестіру жұмыстарының нәтижесінде бірнеше айдан кейін ғана ол жігіттің өкінішке орай денесін туысқандарына алып келе алдық. Мұндай жағдайлардың болашақта болмау үшін осы оқиғаны аяғын қарап шығып және туысқандарының уәжін тыңдасаңыздар. Ассалаумағалейкум. Ініміз Мұсаев Хакимбек Зейнадинұлы осы Россия еліне осы 2024-тің январ-февраль айында кетті. Сол жұмыс жасауға. Содан ең соңғы хабарында декабрьдің 7-сінде соңғы хабары болмады. Декабрьдің 6-сы или 7-сінде ма біз ең соңғы рет сөйлескенде біз видеовизитпен сөйлесе алмаймыз. Асықсыз тұрмын қазір. Кейін өзім хабарын айтам деп бізге солай хабарын айтты. Одан кейін біз хабарсыз болып қалдық. Одан кейін телефонына ешкім жауап бермеді. Жауап бермегеннен кейін біз қайта звонок өтіп WhatsApp-тан желіден шығып отқаннан кейін январ айында бізге бір Марсель деген орыс жігіт хабарласып, ол умер, өліп қалды деп бізге сондай хабар беріп отырды. Біз оған сенбей дәлел сұрағаннан кейін 6-7 күндей бізбен солай сөйлесіп жүрді да кейіннен телефонды айырып тастады. Қазақ бауырлар, Россия мемлекетіне жұмысқа барамын, сол жақта ақша табамын, жұмыс жасаймын деп кетіп жүрмеңіздер. Мен көзім жетті, інімізден айырылдық. Россия мемлекетінде жұмыс жасап жүрді 6-7 ай. Мейірман ағаға хабарласып, хабарландыру беріп, Мейірман ағаның арқасында сол орыс елінің сыртқы істер министріне қайта жазып, айтып зат еткеннен кейін бізге денесін август айында беріп отыр. Оған дейін бізге денесін береміз, болмаса алып кетің деген ештеңе айтылған жоқ ол орыс елінен. Біз соған дейін күттік, іздедік, ізденісте болдық, бізге ол орыс елінен дұрыс хабар болған жоқ. Бұл жалғыз ғана оқиға емес, менде бұндай оқиғалардың бірнешеуі бар. Ресей Федерациясына жұмысқа кетіп бара жатыр деген кезде бірінші дабылқаға біле біліңіздер. Ол жаққа не үшін, не мақсатқа бара жатыр, және әрдайым хабарда отырыңыздар. Себебі кез келген біздің Қазақстан азаматын арбап, алдап, соғысқа жіберіп, із-түзсіз жоғалып кеткендердің бірнешеуін көріп жатырмыз. Бұл ретте біз бұл азаматтардың әнесінің, бауырының денесін таба алдық, таба алмай жатқандар қаншама. Сондықтан шет елге, әсіресе Ресейге жұмысқа барар кезде әбден ойлануды сұраймын. Рахмет.